Мен айтатын дүниені айтуға кішкене қорқып тұрмын, себебі көпшілік көре салып, ой, осыдан байып кетем ба деп, жылдам табыс деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ мен ондай хайповый зат емес, ең пайдалы дүниені айтайын, ескертейін, ай сайын сіз бұған дисциплинамен жасауыңыз керек. Бірінші айында мен тек қана облигацияға саламын, тілімді бұрамашы екеуінің атауын жазып қояйын. Осы екеуіне 50 мыңнан бөліп саламын. Екінші ай тек қана ETF-тар болады, TQQQ дейтін Америкадағы топ 100 NASDAQ-тағы компанияға бірден сатып аламыз. Екіншісі SPLG деген 500 компанияны сатып аламыз. Біздегі 100 мың теңге, $200 как раз екеуіне жетеді. И как раз бірінші айда салған облигациядан кішкене ақша осы жерде екінші айда түсе бастайды. Үшінші айда мен уже акция аламын, мына Shopify деген акция және Қазақстанның екі акциясы Банк Центр кредитінің Халық банкті аламын. Қосымша өздеріңіз білесіздер, және бірінші айдағы облигациядан тағы ақша түседі, қосымша тағы сатып аламын. Төртінші ай бірінші айдағыны қайталаймын, сөйтіп жалғастыра беремін. 100 мың теңгеден 5 жыл жинасаңыздар және түскен ақшаны қайта салып отырсаңыздар, өзіңіздің жинайтын ақша 5 жылда 6 миллион теңге болады, жалпы жиналатын ақша 11 миллион 66 мың теңге болады. Яғни капиталды көтеру мен пассив кіріс деген осы белгілі бір стратегиямен зерттеп барып инвестиция жасаймыз, сөйтіп дәулетімізді көтереміз. Ал стратегияны зерттеуді толығырақ үйренемін десеңіздер, 3 күндік онлайн экспресс курс өткіземін, бағасы 2500 теңгеден. Қазір тіркеліп қойсаңыздар 590 теңге болады. Тіркелу үшін комментарийға плюс қалдырыңыздар, ары қарай жекеңізге тіркелудің жолын көрсетемін, запросы бөлімін тексеріңіз.